Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар достар? Бүгін бізде ерекше видео. Видеоның суретінен көріп тұрғандарындай, атынан көріп тұрғандай бізде бүгін влог. Мен осы уақытқа дейін мүлдем влог түсіріп көрген жоқпын. Енді достар, кішкене қобалжулар болуы мүмкін, оған мән бермеңдер. Достар, бүгін 9 январь күні, Астана уақытымен қазір сағат бізде 3 болды. Маған где-то 1 сағаттан кейін уже аэропортта болу керек. Соның барлығын достар видеоға түсіруге тырысамын. Ал кездескенше аэропортта. Ал достар, мен аэропортқа келдім. Әр сағат уже 3:30 болды. Регистрациямыз басталған шығар. Міне бізде аэропорт Астананың. Қазір осы жаққа кіретін боламыз. Е-мое, бірінші влог болғаннан кейін түсіру кішкене ыңғайсыз екен. Адамдар келіп жатқан кезде там бір түрлі қалады. Мен күтсейші. Мына жақтан кірмейді екен ғой. Позор, Рамзас, позор. Мына жақтан кіреміз. День ночь на ночь, нам не наш ворот. Кто хочет быть одной, то не дает покоя. Я уже ни при чем, меня давно не влечет. Заново на мне начать, да, сдал себе сбой. Достар, мен Алматы қаласына жеттім. Самолеттен где-то 1,5 сағат болды. Міне Алматы әуежайы. Енді қазір балаларға барам. Солармен кездесу керек. Так, достар, біз балалармен апортқа келдік. Мен негізі дәстүрді көріп қойғам. Бүгін тағы да бір рет көрейін деп жатырмын балалармен. Мына бізде Ернар деген жігіт. Бұл так ремикс жасайды, иә? Apple Music'те дейтін 100 миллионнан астам прослушивание дейді ғой. Тыңда қандай? Қазақшасында? Қазақшасын не деп айтады? Тыңдарман ба, қалай? 10 миллионнан асып кеткен, иә? 10 миллионнан асып кеткен. Может, сендер тыңдаған шығарсыңдар, Ернар деген көріп қалыңдар, может. А вот мынау Мади. Бұл Мади. Бұл туралы қандай ақпарат береміз? Мади, сен туралы не айтамын мен? А? Бүкіл қыздар сынып жүреді әйтеуір бұған. Бірақ қыз жоқ. Жасы 21-де бір қызбен жүрмеген әлі. Неге? Менде. Менде жүрмеген ғой. Иә, бізде сондаймыз. Қазір біз дәстүрге кіреміз. И мыналардың реакциясын түсіріп көремін енді максимально. Ана жақта екі бала бар. Оның біреуі Бекзат, біреуі Төремұрат деген жігіттер. Қазір үстілерінен барып ұстаймыз оларды. Міне мына екеуі отырып алған. Ассалаумағалейкум. Мынау телефоны алған ғой. Осылай. Мына Төремұрат деген жігіт бұл. Айтып қойды, короче. А ол Бекзат деген жігіт. Бұл бизнесмен. Бизнес спонсор осы. Ой, Мен бірақ хоррордан қорқам негізінде. Да, ол көреміз одан. Короче, біз дәстүрге келдік. Яқта Бекзат пен Төремұрат. Оң жағымда Ернар мен Мади. Енді дәл ортасында отырғам. Мен дәстүрді көріп қойдым. Қазір мыналардың реакциясын көреміз. И залда адам толы. Ең арзан студенческий билет. 1100 теңге алдық. 1100 теңге. Бірақ мына заттарды толтырып алғанбыз. Иә, үшінші рет енді ең босаған осы болды. Атак. Бесеуіміз алтыншы орынға қойдық қоймыз. Бесеуіміз біз состав болып тұрғанымыз. Азапты. Ертең демалыс па не? Демалыс болды. Все, қазір көреміз. Тек қана бақыттың көз жасы болсын. Мен жаттым да өзім барам. Көрдің ба? Көрдің ба дейді. Адам болмайды. Несіңдер? Соңында ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Короче, жазып жатыр. Қуаныш Бейсек. 3 сағат сайын Қазақстанда бір әйел зорланып тұрады дейді. 2 бала зорланып тұрады. Өздері үшін. Офицерлерден. Ол жат ресми түрде шешіліп өткендер қаншама. Қуаныш Бейсек, режиссер гений, да? Четко түсірген. Опа, отыратын жер бар екен. Келіңдер жігіттер. Біз мына чипсімізді жеген жоқпыз.
әлі тұр. Ернар бәрі бітіп тастаған. Ернар жеп отыр ғой. Короче, сендерге до конца айтпадым негізі. Кімдер білмей отты да. Қыздың өліп қалған ше. Ана асылған кез өліп қалды оның негізі. Мен бір нәрсе түсіндім да, үйге бір нәрсе кіріп кеткенше, либо бір нәрсе әкелді үйге. Көзгенде мамасына көрсетпейді, не деді айтқанда келтіре бастады да. Сон ашқанда көрдің ба? Тамақтар шығып кеткен ол. Бала келсе үй тапты. Көрмейді. Сонда ол асылған кезде өліп қалған ғой, иә? История жындырген ғой, брат. А? Әдемі істеген, ё-майо, базар. Ауыр кино, брат, психологически. Ауыр кино екен. Ернар, сен Қазақстанның бүкіл проблемасын бір кино. Жан бар, діні бар. Кинодан түскен пайданың бір бөлігін феминист сондай ұйымдар бар. сонда еркек пен әйелдің несі теңдігіне бере ма, типа? Сондай адамдардың қолдауына? Бізде осындай сендер кім көрген болсаңдар, комментар жазыңдар. Ема. Ешқандай настроение жоқ. Комментария көру керек, иә? Қопқаннан кейін мана дым жемеді. Қой, Ернар, қоя сал. Чипсы бітіріп тастаған. 2 штук жедім честно. Все, осымен бітті, короче. Короче, біз вообще апортта ешкім жоқ. Біз ақ қана жүрміз, мына жақта полностью ешкім жоқ. Ё-майо. Ал, бітті, кинодан шықтық. Енді бұйырса шымбұлақ. Қандай шым болады? Кинодан кейін шымбұлақ қалмай ма? Не? Бір айлық қыдыр болмай бүгін жаттық. 2 сағатта ма? Жаралды сені неге апарсақ болады. Томпың қағырат түсіне батыр екен. Çok yok. Yenler перевес. Перевес. Мен шығарып жүрсің. Yenler Sigma жазашқан. Давай. 10 мың лайк, Ернар. 10 мың, давай. Ернар, давай, бір рет дейсің оны. Ой, бәрі саған подчастен не дұрет. Вообще, бақ. Опа, ана, болды, басталды жеге. Еге басталды. Бәрекелді. Өзің ғана қорықтың негізі. Все, біз шықтық. Жол жерде тұрып қайшы шығарайық та. Не, жоқ жылғы күн. Короче, достар, біз неге шықтық? Міне бізде экипировканы алып алдық. Мына қолым көрініп тұр ғой, төре, ана жақта Мади мен Бекзат кетті. И мынау менікі. Сенікі қайда? Алып кеттің ма? Тұр ғой мына. Все, достар. Сәттілік. Так, достар, біз на канатный дорога келдік. Шымбұлақтағы. Мына жақта балалар тұр. И бізде бір бала картасы ұмытып кетеді ғой. Бағана Бекзат айтады, қайта ұмытып кетсіңдер, ан жақтан вообще екесе сөйлесіңдер деп. Именно осының алдына келген кезде картамды ұмытып кетіппін дейді, там жоғалтып алдым дейді ғой. Жоғалтып алған. Енді тұрмыз. Еще қазір ар жаққа барады да, астынан алдық қой біз. Толағай деген жерден алдық. И то сол жерден барады да, қазір карточканы жоғалтқан үшін штраф төлейді. Реклама емес. Реклама емес, просто біз асық бар бағады сол. Толағай четко екен. Бірақ Толағай бізде көрсеңіз. Міне біздің сноубордтар. Мына всегда Ернардікі құлап атады. Мынау, короче, кім Мадидікі ма? Сары. Мынау менікі, мынау төренкі. И мына канатная дорога. Че там? Че ты игноришь, ё-моё? Күштен талқымай жатырмын. Молодец. Кішкене босат жүрші. Короче, канатная дорога отырдық. Қазір шымылық ашамыз, сағат где-то 9 болып қалды. Міне Ернар. Жоғалтып алды картасын іздеп отыр. Аяққа келген кезде Машина таппадың ба? машина іздедім, жоқ. Номерін алдық қой. Бар ма? Иә, номерін алдық. Машина жоқ қой, машина. Ернардың карточка жоғалтқан Басым оқиға. ашық тұр екенсің. Если че табамыз да таппаймыз да айтамыз. Салонда қарадым, біз отқан жақты уақыттан таппадым да короче. Ашық па? Алып тәкіл опросың. Тағам көреміз, ә? Видео түсірсей, Жоқ, бердің сізге. мына жерден түсірсей, мына жерден түсіріп жүрмін да.
Достар, міне осындай видпен келіп жатырмыз. Біз келдік. Бұлаққа. Ананы өтіп барадымыз. Осындай бірдемеден. Ема картама қайтадан. Так, біз андай бір жерге келдік қазір. Мобил дейді. Мына балалар тұр. Так, мына жігіттердің очереті кетті. Қазір біздікі болады. Ал? Біз не болды? 5 человек проходит. Четверо. Двое, трое есть, проходит. Да, Все біз наған келеміз. Ернар! Кім? Төре Мұрат! Игносик! Наған сал жер керек пе? Бисмилlah. Dostlar biz Türk ağalarымен кездесіп қалдық. Mountains in Turkey. We have a lot of mountains. We have one nearby Istanbul, another one in Bursa, and then in Kayseri, Kars, Bolu. So we have like 6-7 different places. De facto. De facto magazine. Yeah. So we come sometimes. Do you know? Дефактоның Yes. Владельцы, Дефактоның брендінің менеджер сондай А, менеджер. You like Manager? Facto? It's nice. Yes. Достар біз келдік. Ең жоғары сынама білмеймін әйтеуір. Или демірсіне шықтық қой деймін. Ал? Азыр енді түсіре алам ба, түсіре алмай ма білмеймін, көреміз. Біз келдік әйтеуір. Киіп аламыз ба? Аяқтарымызды киіп аламыз қазір тез-тез. Содан кейін жалғастырамын. Достар, ана жақта өзі сырғанда жатыр адамдар. Кайф. Мына балалар бір-бірлерін фотоға түсіп жатыр. Достар, мен почти уже үйрендім. Істеген жаттығып жатқаныма бір 15 минуттай болды. Бірақ уже құламай келе жатырмын. Кайф просто. Нарақта таяқ құлап қапты. Ема. Мен что-то ұнатып қалдым сноубордты. Мен түргілер... Құлайым. Мен осынамын. Мыналар профи уже. Міне менде сноуборд. Так, достар, біз канатный дорогаға мынандай міндік. Осындай обстановка. Кайф. Бірінші рет жан достар. Иә. Мана аяғым тимей ма? Абайлар. Кетіп па жігіттер, кетіп па? Достар, біз бұлақтан уже қайттық, барлығы жабылды. И мына очередті қараңдар сендер. До конца кеткен. Просто шығу үшін очеред осындай. Все. Қазір енді сағат где-то бір 2 сағаттан кейін мен аэропортқа баруым керек. Біз Астанаға қайтып бара жатырмыз. Достар, бізде түнгі сағат 3. Мен Астанаға қайттым. Қазір такси келу керек. Аэропортқа отырып, сағат 4:50-де Алматыдан Астанаға ұшамыз. Где-то бір жарым сағатта, 1 сағатта Астанада болып қалып жарым. Алдына келген кезде ровно где-то 1 сағатта уже Алматыға түстім. Енді қазір бүгін көреміз. Алдында негізі самолетта тұрсап түсіріп үлгере алмадым. Осындай форматта түсірмеппін ғой. Ол таксиінде келе жатыр мен. И вот осы достар бізде бітті. Шымбұлаққа бардық, ары-бері қыдырдық. Где-то 3 күн болдым Алматыда. Şimdi таксиім келді. Хоппа деп. Тоқтамайсың ба, братан? Все, достар. Қазір аэропортта жолыққанша. Достар, мен
Алматының аэропортына келдім. Қазір отырғызу басталады. Сосын шығамыз, сағат 4 болды бізде. Алматы уақыты бойынша. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her. Достар, мен Астананың аэропортынан түстім. Ұйықтап қалыппын. Ё-май, келем дегенше. Достар, осымен бізде влог аяқталды. Қоштаспаймыз, келесі видеоға дейін кездескенше. Бұйырса енді ойыннан видеолар шығып тұрады деген ойдамын. Сау болыңдар. Астанада күн суық. Вот.